Жүсіп Баласағұн 1015-1016 жылдар аралығында туған, өлген жылы белгісіз. Жетісу жеріндегі Баласағұн қаласында дүниеге келді. Ол ғалым, ақын. Жүсіптің әрі ақын, әрі ғалым ретінде атын шығарған еңбегі «Құтты білік, құдатқу білік». 1069 жылы Баласағұнда бастап 18 айдан кейін Қашқарда аяқтаған. Еңбек алғаш рет түрік тілінде жазылған. 85 тараудан тұрады. Бақытты болудың негізі білім деп түйіндейді. Кітапта 4 кейіпкер бар: әділет, бақыт, ақыл, қанағат. Әңгіме осы 4 кейіпкердің сұрақ-жауап арқылы өрбиді. Әділет бейнесі Күнтудыбек, бақыт бейнесі Айтолды уәзір, ақыл бейнесі уәзірдің баласы Өгділміш, қанағат бейнесі уәзірдің бауыры Отқұрмыш. Бұл еңбегін Қарахан билеушісі Талғаш Арслан хан Боғырат тегіне тарту еткен. Хан бұл еңбекті жоғары бағалап, оған Хас Хаджиб сарай министрі деген атақ берген. Құтты білік 85 тараудан 6500-ден астам бейттен тұрады және 3 қосымшасы бар. Бұл кітапты шығыс патшалары алғызып оқыған.